қалайсыздар? Көңіл-күйіңіз қалай? Сабаққа дайынсыз ба? Иә. Отырамын. Өткен сабақта қандай тақырып өттік? Сапалық және Табиғаттың құпиясылары, сапалық және қатыстық сезімдер. Сол тақырыпты бүгін ары қарай жалғастыратын боламыз. Бүгін екінші сабағымыз. Сабағымызға таныс бұрын барлығымыз ынтымақтастық атмосферасын құру үшін ортаға шығайық. Шеңбер болып тұра қалайық. Қазір былай істейміз. Сабақта бір өз-өзіңізге айнаға қарап уәде беріңіз. Бүгінгі сабақта қандай боламыз? Мысалы, мен бүгінгі сабақты барынша көңілді, жақсы өткізуге тырысамын. Өзім уәде беремін. Мен бүгінгі сабақта жақсы қатысамын. Мен бүгінгі сабаққа жақсы қатысамын, жақсы оқимын. Мен бүгінгі сабаққа 5 аламын. Бүгінгі сабақта белсенді болуға мирас айтамын. Өте. Бүгінгі сабақта қандай боласың? Белсенді боласың ба? Жақсы боламын. Жақсы қатысасың ба сабаққа? Жақсы қатысасың, жарайды. Мен бүгінгі сабақта жақсы қатысуға тырысамын. Мен бүгінгі сабақта жақсы қатысуға тырысамын. Мен бүгінгі сабаққа озық болмаймын. Мен бүгінгі сабаққа 5 тиісемін. Мен бүгінгі сабақта көңілді боламын және мен бүгінгі сабақта 5 алуға тырысамын және белсенді болып қатысамын. Мен бүгінгі сабаққа жақсы қатысып белсенді болуға тырысамын. Мен бүгінгі сабақта белсенді боламын. Өте жақсы бала. Ендеше, қазір мен сендерді екі топқа бөлемін. Ол үшін мына жақтан суреттің бөлшектерін алсаңдар, мына суреттерді құрастырсаңдар, екі түрлі сурет шығады. Бірі күннің, екіншісі айдың. Сол бойынша топқа бөлеміз. Тез қоя алайық. Күн көбі мына жақ болып отырсын. Алдыңдар ма? Алып, мен мына жақ отырамын. Тез сурет құрамыз ба? Жақсы. Сендерде айдың сурет шықты, иә? Сендерде? Күннің сапалы. Мына жақта бөлім кубы бар. Бірінші топтікі және екінші топтікі. Күнде бірінші топ класында жақсы ма? Және осындай медальдар болады. Әр топты шауып берген сайын осындай медальдарды бөлім кубына салып отырамыз. Соңында кім қанша жинады санайтын боламыз. Жақсы ғой? Иә. Жақсы. Бірінші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғаттың құпиясылары, сапалық және қатыстық сезімдердің екінші тақырыбы. Кешірамыз. Сабақтың мақсаты тірек сөздер мен шешуші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау, сын есімдердің шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану, сын есімді зат есімдерін қолдана білу. Түсінікті, иә? Жақсы. Ендеше, бұрын үй жұмысына қандай тапсырма берді? 5-ші тапсырма. Барлығымыз жолдадық па? Дәптерді ашып қояйық. Біріншісін оқиға. Біріншісі сары жасыл топ. Ой, жоқ. Бергені қандай? Заттың есімдері ақ, қара, сары, жасыл. тағы қосамыз ба? Сары, қара. Жақсы. Мирас айтамыз.
заттың сапалық белгісін білдіреді. Ең алдымен өткен сабақта қайталап алсақ, жалпы біз сын есімдерді бастап жатырмыз. Сын есім дегеніміз не? Заттың түрін, түсін білдіретін зат есім. Заттың сапасын, түрін, түсін білдіреді. Қандай сұрақтарға жауап береді? Қандай? Қай? Жақсы. Құрамына қарай сын есім нешеге бөлінеді? Қандай? Сапалық және Оның алдына? мағынасына қарай және құрамына қарай. Құрамына қарай дара және күрделі. Дара мен күрделілік айырамыз ба? Айтамыз. Дара дегеніміз бір сөзден тұрады, бір түбірден тұрады. Ал күрделі дегеніміз екі түбірден тұрады, екі немесе түбірден тұрады, екі сөз тұрып, бір сұрақты жауап береді. Қосарлануы, бірігуі және кесесуі бар. Жақсы. Енді өткен сабақта сапалық және қатыстық өттік. Сапалық пен қатыстық сын есімнің айырмашылығы қандай? Тағы кім айтады? Азамат. Білесіз бе, Нұрали? Әмірбай айтады. Сапалықта негізгі сөздер болады. Негізгі сөздер ол бір түбірден жасалған сөздер. Ал қатыстықта туынды сөздер болады. Туынды сөздер бір түбірден және жұрнақтан. Жақсы. Енді назар аударайық. Бірінші бағанадағы сөздерді атқа. Бірінші бағанадағы сөздер Нұрали оқыңызшы. Қандай айырмашылық байқап тұрмыз? Ақылы? Жоқ, әдемі деген түбірі? Біреу, әдемі деген түбір. Ал өнерлі деген жерде түбірі қайсы болып тұр? Өнерлі деген жұрнақ болып тұр. Демек бұл дегеніміз қатыстық, әдемі дегеніміз сапалық. Енді ауазға ие және желсіздің түбірі қайсысы? Мынада? Жел. Тұзсыз тамақ түбірі? Жазғы демалыс? Тәртіпті оқушы? Тәртіп түбірі. Жақсы. Сонымен сын есімнің сапалық және қатыстық деп екі түрін анықтап алдым. Жаңағы Әмірбай айтқандай негізгі және туынды дейміз. Өйткені негізгі бір түбірдің өзінен ғана тұрып, қандай сұрағына жауап берсе, туынды себебі түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалынады. Яғни түбірі басқа сөз таптардан болады. Ендеше бірінші тапсырмаға назар аударайық. Тыңдау тапсырмасы. Қазір тыңдай отырып, мына жердегі сұрақтар көрініп тұр ма? Айда атмосфера жоқ. Сондықтан көрмесе кітабымызды ашайық. Үшінші тапсырмадағы сұрақтарды бірден жауабын тауып отыратындай боламыз. Жақсы ма? Ал бастаймыз. Бері қарай. Пайда болған шоңқыр. Айдың жерді айналатын орбитасының қашықтығы 40 000 километр, және оның орбитасы эллипс түрінде болғандықтан, ай жерге үздіксіз түрде жағында әрі алыстап отырады. Ай жерді 28 күнде бір рет айналып шығады. Ай жарық көз емес. Жерден қарағанда ай қараңғы түнді жарықтандырып тұрғандай көрінеді. Күн сәулесі ай бетіне шағылысқандықтан. Енді бірінші айда атмосфера жоқ. Сондықтан, Медина? Айда атмосфера жоқ. Сондықтан екі қараңғы болып көрінеді. Дұрыс. Екіншісі, айдың бетінде шұңқыр, ол шұңқырлар қалай аталады екен? Бұл шұңқырлар кратер деп аталады. Айдың түнде жарық болып көрінуі? Айтамын. Айдың түнде жарық болып көрінуі себебі күннің оған Күн сәулесінің шағылысуынан. Жақсы. Ай тұтылу дегеніміз? Айтамыз ба тағы? Айтамын. Ай тұтылу дегеніміз күн оны жауып, немесе айдың біраз уақытқа көрінбей қалуы. Ай күн мен жердің арасында өткен кезде жабылып қалады, сонда көрінеді. Жақсы. Ендеше келесі топтошымыз қатыстық және сапалық сын есімдеріне байланысты ескертіп бермейді. Қазір былай жасаймыз. Мына жерде мына конверттің ішінде сын есімдер бар. Қайсы сапалық, қайсы қатыстық сын есім, соны мына жаққа жабыстырып отырамыз. Кім жасаймыз, қане? Кім қай топ бірінші
Бірінші қатесі болады, оған 3 медаль береміз. Мына жаққа ертіп. Қате болса, 1 медальдарымыз кем болып тұрады. Қайсы тапал, қайсы қансы тапал. Көрсеңіздер қайсылар. Ал, бірінші топ. Тапсырамын. Сапалық және қатыстық. Сапалыққа қашықтық. Бұл сын кесімдерді екі топқа бөлдік. Сапалық дегеніміз ол негізгі бір-ақ сөзден бір түрден тұрады. Ол бізде жалпалық, қисық, ауыр, әлді, сұйық, шұбар, тәуір, кеткен, бос, сылғақ, ащы. Қатыстық кесімдерде өздері үш мезгілдер болды. Биік, сабырға, әлгі, қырыла, үздік, мінезді бойшаң, пайдасы, оршыл, сымбатты. Осы жерде негізінде әлді деген сөз бар ма? Иә, бар. Сол дұрыс па? Әлді. Бірінші топ. Әлді деген түбір қайсы болады? Әлді. Бірі деген әлді деген екі болмасы қате. Мына жақта биік деген биік сапалық болады. Ол негізгі сын. Жақсы, отыра беріңіз. Екінші топ айта беріңіз. Сіздерде де қатыстықта сопақ дегеніміз ол бізде сапалық болып кетеді. Ал әлді дегеніміз қатыстық. Екі топта да бір қатесте. Бірақ бізде бірінші болған бірінші топ. Сондықтан сізге 2 медаль береміз. Ал екінші топқа мынау бірінші топ. Жақсы. Ендеше келесі тапсырмаға көшейік. Келесі бізде жеке жұмыс, дәптерімізді ашамыз. Жазылым тапсырмасы. Бүгінгі күннің атын жазайық. Сәуірдің үші сынып жұмысы деп жазып қоямыз. Ерекше жасыл қиын дегенде өзіміз жеке-жеке сөйлем құраймыз. Екінші топ көңілді, мейірімді, атақты, талантты деген сөздерге сөйлем құраймыз. Жақсы ма? Мына сөздерге сөйлем құрайсыңдар. Менің достарым менің мейірімді деп атайды, өйткені мен адал адаммын. Жақсы. Келесі көңілдіге қайтамыз. Бүгін мен көңілдімін, иә? Жақсы. Атақты дегенде. Мен әлемге танымал болып, яғни атақты болғым келеді. Біздің мектептің балалары талантты. Жоқ отырамын. Не жаздың? Оқуға да сөйлемді оқы. Менің інім әрқашанда көңілді.
Көңілді. Мейірімді деген болmuş. Мейірімді. 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 Мен достарым мені мейірімді деп санайды. Жақсы. Қандай сөйлеймін? Атақты. Тұрбаға. Мен көп жетістікке жетіп атақты болғым келеді. Жақсы. Келесі бірінші топтан көркем дегенге. Мен көркем болғым келеді. Ерекше деген болшы. Ерекшеге қош. Мен ерекше абыстамды таптым. Жақсы, әнуар. Үшінші атақты талантты деген. Ой, жасыл шен дегенге. Ұлдар. Мен жасыл ұстамадым. Жасыл ұстатар. Екіншісі. Менің апам қиын жұмыс істейді. Жақсы. Бірінші. Қиынға. Математика сабағынан тест қиын болды. Абдуа. Қиын. Біздің сыныпта көрген қыздар көп. Медина. Мен сыныпта ерекше оқушым. Жақсы. Мен күндіз Жақсы балалар. Енді мына жақтағы көңілді деген сөздер. Медина, түбірсіз қайсысы? Көңіл бізде? Түбір ма шырмақ бар? Көңіл деген түбір ма шырмақ ма? Түбір. Д деген? Жақсы. Амир, сұрағым. Талантты дегенде қайсы түбір, қайсы шырмақ? Түбір. Т деген? Нұрайым. Сұрағым. Атақты деген қандай бір? Жақсы. Ясмин, сұрағым. Қиыстырып, тауып сөйлейтін сөзге шебер адам не дейміз? Қандай адам дейміз? Аба көтерші. Бар ма жауап? Шешен адам. Иә. Қандай? Сөзге шешен адам. Шешен адам. Шешен деп жазып көрейік. Сразу жазып. Дұрыс, екіншісі. Айтқанға сене салатын еш нәрсені байқамайтын адам. Аңқау жазып көрейік. Аңқау, иә? Үшіншісі. Тез ашылмайтын адам. Кім бірінші қолды көтереді, сол жауап береді. Ашылғанша? Ашуланшы. Жазайық. Ашушан, иә? Дұрыс. Келесі, төртіншісі. Керексіз көп сөйлейтін адам не дейміз? Жоқ. Мынаған жерде. Алдарыптен тұр. Қалай? Молжын, иә? Тазалық. Молжын. Келесі, бесіншісі. Бойы ұзын адам. Бесінші әріпі А. Апай. Ұзын адам. Ой. Бойша дейміз. Апай біз. Тыныш. Келесі.
Сүйемі сөзінің қазақша аудармасы. Балған. Дұрыс, балған. Келесі. Бір сыныпта оқитын балалар келесі. Көне сөздің синонимі? Ескі. Ескі. Қоянға тән қасиет? Жиырған. Қорқақ. Керемет күшке ие адам? Мықты. Батыр. Мықты, иә. Жарайсыңдар, барлығы. Ендеше келесі жазбаларымызға кезектелейік. Сіздерге мынандай екі кесте парағын беремін. Бірінші топта түбір сөздерді туындыға айналдырамыз. Мына жақта түбірлер жазылған, соған жинақ жалғап туындыға айналдырамыз. Екінші топ туынды снесімдерді түбір мен жинағын ажыратып жазамыз. Мысалға, мейірім дегенді туындыға айналдырсақ, мейірімді, өнерлі дегенді өнерлі жинақ қосайық. Түсінікті ғой? Екінші топта қате бар екен, қараймыздар, иә? Бәріміз бері қарай. Мирас, қойып. Бірінші сөз. Біз деген қысқаны түбір мен жинағын табылып, қыз ол түбір, қыз ол жинақ. Аудан түбір, жинақ. Аудан, иә? Келесі. Дәм ол бізде түбір, ол бізде облыс деген ол түбір, тұқ деген ол бізде жауап. Темір ол бізде түбір, дейін ол жинақ. Темір. Кесек ол бізде түбір, дәм ол жинақ. Кестелі. Дұрыс па? Темір де қандай Темір дейді. Темір дейді, жинақ дейді олар. Қарайсыздар, отыра қойыңдар. Келесі, бірінші топта кім шығады? Амирлан Шекеров. Тыныш. Шыдам, бізде шыдам болады, жазғы болады, сен Немесе сен күш деп алсақ болады, иә? Қалалық дегенде. Қалалық па? Қайсы түбі қайшы? қалалық Деген? өнерлі Өнерлі дегенде. өнер ол түбір, Жақсы. Отыра қойыңдар. Жарайсыңдар. Екі топта дұрыс орындаған, иә? Бірінші болған үшін екінші топқа бізде 3 медаль. Екінші болған үшін бірінші топқа 3 медаль, иә? Жақсы балалар. Ендеше әр топ өз медаль санасын. Апа бізде упаковка. Үшінші сабақтан өткен қазақ тілінен ашық сабақта белсенділікпен көзге түскені үшін бірінші топ
отырып, жақын болашақ тілеймін. Кім алады? Жарайсың. Жақсы балалар. Ендеше, бүгінгі сабақ ұнады ұнаған жоқ па? Қорытындылау үшін сабақтың қайсысы ұнады? Қызықты болды ма? Мына шынның артына жазамыз, иә? Бір-біріне естіп бере ма? Маңын артына тез-тезді. Бүгін кері бүгінгі сабақ ұнады ма? Қай жері ұнады? Қызықсыз болды ма? Қызықты болды ма? Жақсы, бүгінгі сабақ ұнады ма? Кері бағаш жасайық маған? Ауызша айтамыз. Әлі үшін жауапты. Айтамын. Бүгінгі сабақ өте қызықты, және қызықты болды. Мен барлық сабағыма түсіндім. Мен өзімнің түсінген ережелерді осы сабаққа сізге Жақсы. тағы айтамын. Бүгінгі сабақ өте қызық болды, және мен өз қолыма Айтамын. маған бүгінгі сабақ ұнады. Бүгінгі сабақ өте қызықты өтті. Маған барлық тапсырмалар оңай болды. Маған сабақ ұнады. Және де жүрісі топты қамтитынды мазмұны. Маған ұнады дейсің ба? Топтың жұмысы ұнады ма? Жақсы. Бүгінгі сабақ өте Сіздерге де рахмет. Белсенді болып, жақсы қатысқандарына. Жалпы тақырып түсінікті ма? Кімге не түсініксіз қазір сұрап аламын.